Ассалаумағалейкум, Атырау, қалайсыздар? Есенсіз көрермен, қалдеріңіз қалай? Әр аймақтың тарихи жерлері мен табиғи нысандары, диалект сөздері бар. Еңбек адамдары мен өнерпаздары да жетерлік. Ендеше 6 аймақтың тұрғындарын басқа қырынан танытудан жалықпайтын 6 аймақ бағдарламасын не істейміз? Бастаймыз. Кеттік. Асылжан, қалайсың, жақсысың ба? Жақсы, көңіл. Не жаңалық болып жатыр? Осы аптада қандай бір қуанышты жаңалығың бар? Қуанышым мен. Жаңалық демекші тек мен үшін қуанышты емес, бүкіл қазақ елі үшін қуанышты жаңалық бар. Қош. Оның ішінде өзіміздің атыраулық Альфия Тілекқабыл Гиза қаласында өткен Мысырдан чемпион болып келді. Алтын елен. Мықты. Мен сол кісілерді қонаққа шақырып қойдым. Бүгін өзім табайыншы дедім бір қонақты. Бір өміріңде бір өзің тапқан алғашқы қонағың құтты болсын. Рахмет. Ендеше мен бүгін демалайын, өзің шақыр, өзің жақсылап сұхбаттас деген. Әрине қасында боламын ғой. Сен айтқанда мен де қуанып қалдым. Шынымен де бұл ақпаратпен мен де таныспын. Ол көбісі ойлауы мүмкін. Қазақтың қуанышы, сол қазақтың қуаныш сыйлап отқан жандар өзіміздің жергілікті Атырау өңірінің тумалары екеніне төбем бір көкке жетпей тұр десек те болады. Ендеше шақырайықшы студияға. Көп күттірмек. Құрметті көрермен, қарсы алыңыз. Бүгін бізде қонақта сонау Мысыр елінен чемпион атанған Жандос Қиянов және Альфия Тілекқабыл. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер, чемпиондарымыз. Саламатсыз. Ассалаумағалейкум, Жандос мырза. Ассалаумағалейкум. Ассалам. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Ал, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош көрдік, рахмет. Чемпиондық құтты болсын. Рахмет үлкен. Жандос мырза, Альфия ханым, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Бүгін бізде чемпиондарымыз келіп жатыр. Альфия бүгін алтын иеленіп. Құттықтап қойшы Қош көрдік, рахмет. Альфия біздің студияға, біздің Атырау телеарнасына бөтен адам емес, жиі жақсы сұхбаттарын беріп, біздің көңілімізді көтеріп кетеді. Бірақ бүгін бір басқаша көңілді нотада келіп отыр, өйткені алтындай жарқырап, керемет көңіл күй сыйлап отыр. Алдымен барша атыраулықтарды, барша қазақ елін Альфияның алтын алуымен шын жүректен құттықтаймыз. Соңғы алтын болмасын, әлі талай жүлделерді ала бер. Амин. Жалпы енді Альфияның алған медальдары көп, негізі алтын медальдары. Бұл тек Альфияға қазір әлем чемпионаты мен бізге паралимпиаданың жалпы чемпионды керек сияқты, алтын медаль. Жалпы қалай өтті жарыс? Қай қалада өтті? Сол жөнінде сұхбаттассақ өздеріңізге. Жарыс керемет деңгейде өтті. Мысыр елінде, Гиза қаласында. Сол мен 3 белдесу бердім. Үшеуінде де таза жеңіспен ұтқан болатынмын. Керемет. Мысырда болды, иә? Иә, Мысырда. Мойнына арқан байланып құл болып барып, Мысырдан мысы басқан бейбарыс бабамыздың жатқан жерінен алтын алып келді деген үлкен ерлік деп ойлаймыз. Жалпы енді білуімше, бұл Альфияның осы салада айналысып жатқаны, яғни айтқанда, күресте нешінші жылы? Мен айналысқаныма 3 жылдай болып қалды. 3 жылдан асты. 3 жыл 2 ай сондай. Жалпы ұстазынан сұрасақ, осы Жандос мырза, өзіңіздің осы Мысыр еліндегі жарыстағы шәкірттеріңіз, жалпы жаттықтырушы ретінде көзқарасы қалай болды? Мысыр елінде бұл әлемдік гран-при жарысы 2028 жылы өтетін паралимпиада ойындарына ұпайлар, рейтингтік ұпайлар беретін жарыс. Бұл енді өте маңызды жарыс болды. Енді Атырау облысынан 5 спортшы қатысты, соның 3-і жүлдеге ілініп отыр. 27 елден 200-ге жуық спортшы қатысты. Енді жарыс өте мықты болды. Енді бұл жарыстар жаңа ұпай берілетін болғаннан кейін бұл жерге барлық елдің спортшылары қатысуға тырысады, жібермеуге тырысады. Енді жалпы айтатын болсақ, ұлттық құрамадан 11 спортшы қатысты, оның 5-і Атырау облысынан қатысты. Бірінші орында осы Альфия 52 келі салмақта G1 класында чемпион атанса, G2 класында 81 килограмм салмақта Смағұл Ғалымжан күміс жүлдеге ие болды. Енді ол отандасымен финалда күресті. Бексұлтан жеңілсе де қазағымыздан жеңілді. Бұл кеше Астана өткен әлем чемпионатының финалы қайталанды. Ол жерде де Ғалымжан 2 алып, Бексұлтан чемпион болатын болған. Бұл жерде сол қайталанды. Және де плюс 95 келі салмақта G1 класында Өтеп Ерлан деген балуанымыз қола жүлдеге иеленді. Енді басқа да 2 ұтылған балуаны жақсы күресті. Әділбеков Абылай 95 келі салмақта G1 класында 3-ші орынға ұтылды. Ташкент Пероват дейтін ағамыз бар, 74-ші жылы, өзі 51 жаста, әлі күресіп жүр. 51 жаста жарысқа бар. Сол ағамыз 3 кездесу өткізді, өте өзінің жақсы күресін көрсетті. Естуімізше жалпы Альфия бұрын, осы күрестен бұрын
басқа да спорт түрлерімен айналысқан екен. Жалпы Альфия қалай келдің осы күреске? Негізі мен спортты шахматтан бастаған болатынмын. Мықты. Иә. Сөйтіп Қазақстан чемпионатына қатыстым 23 жасқа дейін. Сол кезде мен екінші орын алған болатынмын 2021 жылы. Сонымен қатар мен су спортымен айналыстым, жарыстарға қатыстым, бірінші, екінші орын алып деген сияқты. Сөйтіп спартакиада болған 2021 жылы. Ары қарай бүкіл параспортшыларды шақырған болатын. Сол кезде мені ағай көріп айтқан, парадзюдоға кел, көрсей бол спортты деп. Мен ойландым, сол кезде қорқынышты болды, себебі күресті білмейсің, өзім андай нәзік болған соң бір түрлі. Жүрексіндің бе? Басында тартынып жатып. Иә, бірақ 6 айдан кейін ойландым. Мені әртүрлі нәрсе қызықтырады, әртүрлі нәрсемен айналысқым келеді, сол ойландым. Көрейінші, қалай болады екен. Әнші қайтыңызды білеміз. Иә, музыка да бар. Керемет. Ал осы сәтті ізін суытпай бір Альфиядан ән тыңдамаймыз ба? Иә, тыңдайық, чемпионның әнін тыңдайық. Чемпионның әні басқаша ой елестейді бізге. Иә, авторлық әнім бар. Керемет. Ой, тамаша. Эксклюзив онда. Біз Атырау телеарнасында. Ал кеттік, Альфия құлағымыз сенде, барлығы бізде шынайы. Иә. Ерекше сезім деген әнді орындап берейін. Кімге арналған болады ма? Құпия ма? Құпия деп. Құпия ма? Мысырда біреуге арналып, жақсы. Жоқ, негізі оған дейін шыққан өлең. Париждегі. Иә. Келеді. 3 жылдай болып қалды негізі. Жақсы. Мархабат, бастаңыз. Сен бар кезде жанымда, жүрек тұрар сағына. Сен секілді сүйе алмас ешкім мені, бірақ да қаншама қиындық болса да, болшы тек әрдайым жанымда. Жүректе жазылған есімді өшірмеші ешқашан. Ой, тамаша. Альфия, сенің осы репертуарында қанша ән бар? Мен жазған ба? Өзіңіз жазған. 2 ән бар. Сөзі де, әні де өзіңіздікі? Иә, өзім жаздым. Тамаша. Жалпы осы музыка саласына қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Жалпы өзіңіздің отбасыңызда мүмкін осы салада жасаған, қызмет еткен жандар бар ма? Жоқ, негізі ешкім музыкаға жақын емес. Анам негізі мені кішкентай кезімнен түрлі үйірмелерге апарып жүрген. Сол кішкентай кезімнен ән айтамын, негізі музыкантпын ғой. 6 жасымнан ән айтамын, 9 жасымнан фортепиано тартамын, гитара бар, укулеле, добра деген сияқты аспаптарда тартамын. Сөйтіп, әртүрлі байқауларға қатыстым. Жұлдызай, фестиваль, Аманат және бала дауысына қатыстым 2019-да. Екінші орынға ие болдым. Ары қарай спортпен айналысқан соң кішкене музыкаға уақыт жетпей қалды. Барлығын да үлгеруге болады дейсің. Иә. Тамаша. Былайша уақытты бөліп жатырмын. Ой, тамаша. Енді Жандос мырза, жалпы жаттықтырушы ретіңізде жау кеткеннен соң қылышыңды тасқа шаппа дейді ғой, бірақ әр сәт, әр жарыс сіздерге керемет эмоция сыйлайтыны белгілі. Бірақ та бір әттеген айлар орын алып, сіз ойламаған нәтиже алған кездер болды ма? Бір шәкірттеріңіз бір әділетсіздіктің құрбаны ол сондай кезде бір эмоцияны қалай сақтау керек, психологиялық тұрғыда қалай қабылдау керек, ол жерде спортшы қалай қабылдайды деген секілді. Жалпы енді ол спортта әртүрлі жағдай болады ғой. Төрешінің қатесі болады. Жалпы мана айтқандай неде болуы мүмкін, бір-біріне көмектесуі мүмкін деген секілді. Енді бұл 2016 жылы Паралимпиада ойындарында болған. Сариев Ануар ең бірінші осы пара дзюдошы ғой. Жалпы пара дзюдоның ашылуы сол Сариев Ануар келгеннен басталды ғой. Алғашқы негізін алғашқы қарлығашы ғой. Сариев Ануар, ол да өзімнің төлі оқушым. Сол Паралимпиада ойындарына барған 2016 жылы бірінші кездесу бос болды, өйткені рейтингте өте жоғары болатын, әлемдік рейтингте. Екінші кездесуін сол 2012 жылғы Лондон Паралимпиада ойындарының жеңімпазымен күресті, чемпионымен. Ибрагимов деген Азербайжан балуаны. Сол кезде күрескенде төрешілерде, ол кезде төрешілікте ондай қатты
мықты емес еді да, сол пара дзюдода төрешілікте мықты емес еді. Төрешілік корпусы өздерінікі бөлек болатын пара дзюдонікі. Қазіргі таңда халықаралық дзюдо федерациясының төрешілер төреш жасайды қазір. Өйткені олар рейтинг бойынша паралимпиада ойындарына іріктеуден өтеді. Олимпиадаға, сосын паралимпиада ойындарына. Қазіргі жағдайда қазір енді кәсіп қой төрешілер деп айтсақ болады, қазіргі төрешілер. Ол кезде кішкене сондай төрешілер сөйткен бір Тайпей деген елдерден бір олар жаңағы неге қарап тұрады алдындағы жақсы ішінде болады бір-екі авторитет төреші. Солардың төрешілердің несіне қарап қалады да. Көңіліне қарап тұрады. Көңіліне қарайды, солардың көрсеткенін көрсетіп жібереді деген секілді. Сондай жағдайға тап болдық енді. Сонда Ануардың жаңағы кездесуінде Ануар ұпай жасаса, лақтырса, және ол әдемі нелер бар. YouTube-та қарасаңыз бар, аспаннан тастайды. Бірақ оған жаңағы Юко деген ұпайдан артық бермейді. Қарсыласы бір әдіс жасап кетеді, ол жаңағы Юкоға құлайды, бірақ оған Вазари береді. Енді дзюдо күресінің бір ерекшелігі ережесінің ұпайлардың несі. Мысалы, Юко ол төменгі ұпай болса, ол сен 1000 юко алсаң да бір Вазарға жете алмайсың. Качество дейді ғой жаңағы. Сен мысалы құлағын лақтырғаннан кейін сен уже анаған жету үшін сен Вазарға атсаң жете алмайсың. Юкомен Вазарға жете алмайсың. Сол енді оған бір Вазар беріп қойды да, Ануар 2 рет лақтырды, Юконы де Вазарға атсайды, Юконы. 2 Вазар негізі иппон болды, таза жеңіс болды. Таза жеңіс. Бірақ Юконы де Юко береді оған. Сөйтіп соңында шаршайды да, соңында түсіп қалады енді. Бірақ оған дейін Ануар оны ұтып қойған болатын да. Енді сондай жағдай болды, содан кейін өзім төрешілікке келдім ғой, сөйтіп жүріп. Айтайын отқан. Сол жаңағы енді эмоцияны қалай не істейсің, ол жерде енді менің де ішім күйіп бара жатыр, бірақ енді бала бірге не істейтін болсаң, онда баланың саған сындырасың да, ол ары қарай әлі күресу керек. Сондықтан сен өзің көрсетпейсің да, салқынғанды бәрін анализ жасап айтасың, мындай, енді бұл артта қалды. Бұл тарих қой енді. Енді алдағы уақытқа қарай жылжиық деп. Сосын әр жеңілістің артында біздер енді жеңіс болмаса да жеңіс болмайды ғой. Жеңілген сайын сіз содан бір сабақ алып, сол қателікті қайталамасқа үйретесің, және өзің де сол қателіктерді қайталамауға тырысасың. Жеңу үшін де жеңілу керек қой. Жеңу үшін де жеңіле білу керек. Артқа бір қадам шегінсеңіз, алға 2 қадам басу керек дейсіз. Сұрағыңызға жауап берген секілді ме? Керемет. Жалпы енді қазір Ануар Сариев айтып қалдың, жалпы енді ол кісінің қазір таңда спорттан көрмей жүрген сияқтымыз, иә? Спортта бар Ануар, кеше қыста әлде нәтиже бермей жатыр ма? Германияның ашық чемпионатында күрескенбіз, сол кезде қазір бізде былай ғой, әр олимпиадалық цикл сайын бізде то салмақ өзгертеді, то ереже өзгереді, сол салмақтың дәрежелерін өзгертіп жібереді, ол Ануар 60-қа күресіп жүреді ғой. Қазір олимпиадалық салмақ 70-тен басталады. 10 килограмм разница бар. Ол 70-ке біреулер қуып келеді 75-тен. Сол кеше Германияға 70-ке күресіп қарап еді, сол тізесін ауыртып алды қазір. Сол тізесін емдетіп жатырмыз. Бірақ 3-ші орын алды 70-ке күресіп, 3-ші орын алды. Бұйырса үлкен жетістіктерде біз Ануармен алтын алған кезде тағы да сіздерді қонақта күтеміз. Енді осы Альфия екеуіңіздің жалпы тандем дейді ғой, жаттықтырушымен бірге. Альфия, осы сен күресіп жатқан кезде жаттықтырушының, Жандос ағайынның сөздерін естисің ба, ақыл кеңестерінің барлығын? Әлде эмоциямен кішкене беріліп кетесің бе? Әртүрлі болады, бірақ көбінесе естимін. Қазір естіп тұрам бәрін. Әйтпесе кішкене қиын болады. Қазір енді Альфияда 2 жыл, 3 жыл болды күресіп жүргені, бірақ енді толыққанды осы жарыстарға күресіп үйренгеніне 2 жылдан асты да. Оған дейін де үйренді, білді. Кішкене мотивация бердік, антегі салдық, мында салдық, сонымен кішкене өзін толық жақсы сезіне бастағаннан бері 2 жыл күресіп жүрді деп болады. Топқа салып үйреттік дейсіздер ғой. Енді 2 жылдың ішінде үлкен тәжірибе жинақтады ғой. Басында тыңдамайтын болуы мүмкін, жынданып кетуі мүмкін, өзінің эмоциясына беріліп кетуі мүмкін. Қазіргі таңда енді соның барлығына енді жайлап келеміз ғой, енді қазір тыңдаймын деп айтып отырмын. Өзі айтып отыр ма? Жалпы паралимпиада жөнінде айтсақ, жалпы енді біз білеміз, 2024 жылы паралимпиадада күресті. Жалпы не жетпей қалды енді? Паралимпиада ойындарында жақсы күресті Альфия негізі. Ол өйткені өзі сол күресетін күннен бір күн бұрын ғана 18-ге толған болатын жас балуан. Енді бірінші үлкен сондай деңгейдегі жарыс, ол бәрі адамға эмоционалдық тұрғыда, психологиялық тұрғыда не ғой? Қысым болады. Қысым ғой. Бірақ Альфия оған қарамастан жақсы күресті. Өзінен үлкен
жаңағы жақсы нәтиже беріп жүрген палуандар да ұтып алды осы олимпиадада, паралимпиада ойындарында. Енді сәл жетпей қалды енді, ол жерде енді тәжірибе жетпеген болар. Жалпы сол жерде бір үштікке ілініп кететіндей мүмкіндігі де болды. Енді бірақ енді жаңа айттық қой, жеңістің артында бір үлкен жеңістер бар. Жалпы енді ақш-қа дайындалып жатсыздар ма? 2028 олимпиада ойындарына. Оған дейін жарыстар бар, ұпай жинау керекпіз. Сондықтан дайындалып жатырмыз. Бана рейтинг деп қалдыңыздар ғой, иә? Жалпы бұл Мысыр елінде болған рейтинг жарысы деп, иә? Жалпы Альфияның рейтингі қалай көтерілді ме? Альфия жалпы негізі осы уақытқа дейін 3-ші орында тұрған қазір. Қазір осы жарыстан кейін 1-ші орынға шығады. Ой, тамаша, әлемдік рейтингте 1-ші орында. Біз қатты қуаныштымыз. Ертең жаңарады рейтинг, сол кезде алға шығады. Оның үстіне Альфиямен бір қалада, бір оқу орнында болғанымызға да қатты қуанышты болдық. Жалпы осы сіздер жаттығу деп айтып қалдыңыз. Осы жаттығу жұмыстары қалай өткізіледі? Яғни күн тәртіптеріңіз таңертең бастайсыздар ма, әлде ыңғайлы уақыт па? Оқу жаттығу жиыны кезінде біздер 2 мезгіл жұмыс жасаймыз. Оқу жаттығу кезінде егерде жарыс алдындағы бар, жарысқа неке дейін жатқандағы бір, жалпы оған дейінгі жаттығулар бар. Енді оқу жаттығу жиын жарыстың алдында нелерде, ол кезде енді біз 2 апта отырса, 1-ші аптасында жақсы жүктеме береміз. 2-ші аптасында жүктемені түсіреміз. Өйткені палуандардың өздерінің салмақ қуатындары бар. Соған келтіреміз. Оған дейінгі нелерде бізде таңғы 7-де тренировка жасайтын күндеріміз бар. 7-ден 9-ға дейін тренировка жасаймыз, жаттығу жасаймыз. Сосын 9-да таңғы ас ішкеннен кейін бұлар кешкі 4:30-ға дейін демалатын уақыт болады. Соған дейін жаңа 2 ортада адамның организмі келесі жұмысқа дайын болады. Сондай нелеріміз болады. Енді бұлай кездерде түсте таңертең 10-нан 12-ге дейін, сосын 5-тен 7-ге дейін жұмыс жасаймыз. Оқу жаттығу жиын жоқ кездері күніне 1 мезгіл тренировка жасаймыз. 1 мезгіл жаттығу жасаймыз. Сіздерде мысалы ортақ жаттығу ма, әлде жеке-жеке ме? Жеке-жеке де жаттығу болады. Әртүрлі ме? Ортақ та болады. Ол әртүрлі. Мысалға, ортақ жаттығу біткеннен кейін әр жаттықтаушы жеке-жеке жұмыс істейді. Түсінікті. Мысалы, жай ғана жетістікке осындай алтын алуға тек қана физикалық жаттығу ғана емес, үлкен психологиялық та, мотивация да, барлық дүние керек секілді. Барлығы бір сараға құйылғанда чемпион шығады ғой. Біреу қалып қойса қиын болады. Қиын болады. Ең маңыздысы жалпы тәртіп қой. Сол тәртіпқа бағынып жүрсе, ол жеңістің ауылы алыс емес деп айтады. Мысырда гран-приға қанша ай дайындалдыңыздар жалпы? Атырауда дайындалдыңыздар ма? Әлде басқа қалаға барып? Мысырға бөлек болды жарысымыз. Демалыстандауға дайынбыз, айта беріңіздер. Былай болды. Біздер әлем чемпионатынан кейін кішкене үзіліс алдық та. Енді әлем чемпионаты үлкен жарыс қой ол. Ол жерде командалық ерлер де, әйелдер құрамасы командалық чемпионаттандық. Жекелей сында да 2 чемпион алдық. Призерлар бар жаңағы. Общий медаль, жалпы медаль саны 9-да жекелейді, 2 командалық медаль бар. Бұл үлкен жеңіс болды. Енді біздерде енді қанша дегенмен бір жалпы жаттықтырушының жұмысы, енді спортшылар бар ғой ішінде. Жыл 12 ай енді сол процесте жүрмесеңіз, ертең нәтиже болмайды. Енді мына жерде біз енді ең үлкен биылға болатын ең үлкен неден өткеннен кейін кішкене өзімізге де спортшыларға да бір не бердік, демалыс бердік. Өзіміз демалысқа барып қойдық, бұлар да демалысқа барып қойды. Сол кеше тек гран-при жарыстың алдында жарты ай бұрын жинап алдық бұларды. Шетелде әр жерде. Әр жерде. Мысалы Европаны аралап келдік. Біз де сол Европа жаққа барып демалып қойдық. Сол ағайын тумамен жаңағы не бар, айтып отыр ғой. Той томалақта бармайды шығарсы енді уақыт болмайды. Сол осы жерде ұпайымызды түгендеп алуға тырыстық. Бір ай жарымдай сол кішкене. Ол кезде де бірақ ол тренировканы қойып тастау емес. Күніне 1 мезгіл жүгіріп алады. Азайту. Жаттығу жасайды. Резинамен жұмыс жасайды өздері жаңағы әркім өзі қай Бір осындай жарыстарда сіздер көп сапарда жүресіз, өзіңіз айтып жатсыз ғой, той томалақтарда Атырауда көп бола бермейміз деп. Бір есте қалған оқиғаларыңыз бар ма сапарда? Бір документ жоғалып кету деген секілді. Әлі күнге дейін бір екеуміз Альфияның еске алып отыратындай болды. Мәке айтшы дейм ба? Білмейді уже. Қандай әлі күнге дейін бір мына оқиға еске түсірген. Бана сіз Альфияның күлкісін айтып қалдыңыз. Жалпы біздер командада, енді біз ұлттық құрамадамыз ғой, мен ұлттық құраманың бас жаттықтырушымын ғой. Енді
команда жаңағыдай не ғой, бір жанұя ғой үлкен. Иә, бір-бірімен жақсы не істейді. Сосын бізде енді нашар көретіндер бар, мүлдем көрмейтін. Иә, мүлдем көрмейтін жігіттер бар, бірақ енді қыздар мен жігіттер. Бұл жерде енді андай ғой, әркім жақсы бір-бірімен әзілдеседі. Иә, көзіңе қарашы, не істеп отырсың, көрмейсің. Сондай әңгіме. Негізі керемет дүние ғой негізінде. Қара юмор күшті енді біздің командада. Өмірде керісінше түңілмей, жақсы, жеңіл қабылдау өте күшті. Жалпы Альфия сондай дүниелерге көзқарасыңыз қалай? Ренжімейсіз бе? Жоқ, ондай ренжімейсің ғой. Өзім прикол ұстай беремін. Басқаларға. Қалай? Ойнаймыз ғой біз солай. Қарамайсың ба? Тағы бір нәрсе. Несі, аяғымды басып кетсе. Қарашы, әдемі ма деп жаңағы. Иә, киім киіп алған кезде қарашы әдемі. Өз араларыңызда әзілдер ме? Немесе андай троспен жүреді ғой, таяқпен. Таяқпен жүреді ғой. Сөйтіп, егерде байқамай, бас кетсе айтамыз ғой, көзіңді жинап жүрмейсің ба деп. Таяғын тықып қой, ондай бола ма? Керемет, осындай ортадан, осындай жағдайда болсаңыздар да үлкен жетістіктерге жетіп отырсыздар. Соның өзінде біздер қатты қуаныштымыз. Енді мен Жандос мырзадан сұрағым келеді. Қазіргі таңда жаттықтырушысыз, бас бапкер болып жүрсіз, төрешіде болып жүрсіз. Осы өзіңіз осы спортқа қалай келдіңіз? Бала кезден кішкентай алақандай ауылдан шыққан бала едіңіз. Қазіргі таңда үлкен бір тұлғаға айналдыңыз. Күреске деген қызығушылық қалай пайда болды? Жалпы енді біз ауылда енді 84 жылы 1-ші классқа бардым ғой. Ол кезде енді Совет үкіметі. Қазіргідей ешқандай балаларда не жоқ. Далада ойнаймыз, асық, мәлік ойнаймыз. Көктем болса қатып атқан суды кешеміз, үстін басамыз, түсіп кетеміз деген сияқты. Сондай болды біздің енді. Сосын біз енді ауылда өскеннен кейін малға қараймыз. Таңертең енді сабақта боламыз, әбетте келгеннен кейін малдың суын суарамыз, шөбін саламыз, боғын аламыз. Соның бәрін бітірмесең тренировкаға жібермейді мысалға. Оның бәрін бітіріп тренировкаға баруға асық тұратынбыз. Өйткені ауылда басқа не болған жоқ. Біз енді самбо күресін 88 жылға Асан Сайғыл Раушанов деген ағайымыз, қазір осы жерде нөмір 4-ші мектептің директоры. Сол кісі ауылға жас маман болып келді. Сол кісі самбо үйірмесіне енді дене тәрбиесі сабағынан берді ғой, дене тәрбиесі сабағында тұрғызып қойып сұрады да, сол кезде біздер сол күреске ниет білдіріп қатысып бастап кеттік. 88 жылы есімде, сол қыркүйек айынан бастап. 10 жасыңызда? Иә, 10 жасында. 10 жаста болдым. Енді декабрьде мен нем туған. Соңында екен. Сол жаңа айтайын деп жатқаным, желтоқсан айында сол туған күнім кезінде осы жерде Имат Мұсағалиевтің атында үлкен халықаралық турнир бар. Сол жерде чемпион болғанмын 3 айдан кейін. Сөйтіп басталды менің күреске келген, спортқа келген өмірім жалпы. Енді менің қасымда да көп балалар болды. Енді Қазақстан кеңшар болды енді, сол совхоз дейміз сол кезде. Шоқортоғай ауылынан. Чемпион қазақстандықтар болды. Мен өзім сол ауылда жүріп 4 рет Қазақстан чемпионатының жасөспірімдер арасында қола жүлдегер атанғанмын. 1 рет күміс жүлдегер атанғанмын. Ауылда жүріп. Содан қалаға келгелі самбодан дзюдоға ауысуыңыз қалай болды? Дзюдоға, осы жерде жүріп дзюдоға күрестік, сол оқып жүріп. Сол дзюдоға бапкер болып жұмысқа орналастым. Нөмір 1-ші олимпиадалық резерв даярлау спорт мектебіне Авангардтағы. Сол жерде басталды ғой, сол Ануарда сол жерде жүргенде маған келіп қатысты. 2004-2005-те де келді ол. Ертеректен танып өткенсіздер ғой да? Сол с нуля бастадым ғой. Кішкентайынан өсіп. Енді Ануардың жалпы осы спортқа келіп жетістікке жетуі көп адамның осы парадзюдоға келуіне, жалпы басқа спортқа келуіне де енді әртүрлі мотивация ма? Әртүрлі ғой енді. Көзден жарақаты бар, көзі көрмейтіндер дзюдоға келді, басқалар басқа спортқа барды деген сияқты көп адамға ол жігер берді, мотивация берді. Осы дзюдоға келген жаңа айтып отқан ерландар да сол Ануарды көріп келген, жаңа Темірболат деп отқан ағаларында бәрі. Жалпы Атыраудың балалары сол Ануарға қарап келді ғой. Басқа өңірлердің де Ануарға қарап келген палуандар көп. Жалпы жол салып берді дейсіз. Кейбіреулері 10 жыл үйде отырған палуандар бар. Келіп, осы жерге келіп, үй көрмеге жүргендер бар. Деп айтуға болады. Паралимпиада, осы парадзюдоға Ануар бір шағын көпір болды дейсіз ғой алдыңғы. Осы парадзюдоның жалпы осылай дамып кетуіне Ануардың енді үлкен септігі тиді ғой. Осы спортқа келіп, көресіп, берген жетістіктер, иә. Қоғамнан шет қалмай дейсіз ғой, иә.
жалпы енді өзіңіз бана жекелей шеберлігіңізді айтып қалдыңыз, жетістіктеріңізді айтып қалдыңыз, иә. Жалпы өзіңіздің енді тағы да Ануардан бөлек бір танымал шәкірттеріңізден кімдер бар? Жалпы өзім тәрбиеледім бөлек. Ануардан бөлек Альфия бар дейміз. Қазір жалпы енді мен қарамағымда күрескен Токио паралимпиадасында күрескен Байбатина, Зарина, Теміржан, Дәулет Теміржан, Ануар енді үшеуі ғой енді бөлек. Бірақ оған дейін олимпиадалық дзюдода күрескен Сайманұлы, Қуаныш, Азия ойындарының қола жүлдегері, балалар Азия ойындарының. Қазақстан чемпионы, спорт шебері, Кубашева, Назгүл, Өтеген Қайрат, Мейрамбек Есмағамбетов, Хамиденов Танияр, Дәурен Берденов қазір. Дәурен Берденов танышса қазір ненің ЧС-тің несі майор ғой деймін қазір. Қазір шәкірттеріңіз жан-жақта дейсіз? Көп, балалар көп айтып отырсыз, айтпай қалып, біреуін айтып отырсыз, ренжіп қалар. Осы тағы да көп. Тағы да басқалар бар дейсіз. Тамашан чемпионатында орын алғандарын айтып отырмын мен қазір. Былай қатысқандар спорт шеберлерін айтып отырмын да. Енді былай келіп, кейбіреулер амандасады көшеде, ағай қалыңыз қалай деп. Танымайсың да, бірақ енді тани-тана қойса біреу бір айға түсіп кетеді, біреу екі айға түсіп кетіп қалады, танымайсың, олар өтіп кете береді ғой. Сен жалғызсың, олар көп қой. Сосын тамаша. Енді сіздер жай ғана қазіргі таңда Атырауымыз емес, осы көк туымыз желбіреп жүрген қазақтың мақтанышы болып отырсыздар. Біздің енді екеумізден бөлек қазір қалың экранның арасында қалың көрерменіміз бар. Сол көрермендерге жақсы сәлемдемемізді, жақсы ниетімізді білдірейік. Атыраулықтарды жалпы қазақ елін қандай жаңалықпен қуантасыздар? Сосын бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Альфия, бір рахметің болса атыраулықтарға, қазақ еліне. Баршаңызға үлкен рахмет. Ең бастысы мен отбасыма үлкен алғысымды білдіремін. Олар мені әрқашан қолдайды. Әкем, анам, үш ағам бар. Әрқашанды қолдап жүреді, жарыстарды қарап, қолдап, көңіл-күй болмаған кезде көтеріп. Және бапкеріме үлкен алғысымды білдіремін, Жандос ағайға осы дзюдоға шақырып не істеген үшін. Қазір қаншама елді араладық, қаншама жарыстарға қатыстым. Сол рахметімді айтамын. Және жанкүйерлеріме үлкен алғысымды білдіремін Инстаграм парақшамда. Әрқашанда жазады, Альфия, саған үлкен рахмет деп, қандай керемет мотивация бересің. Сол сөздер маған үлкен шабыт береді. Тамаша. Ой, тамаша. Сол. Рахмет. Жандос мырза айтарыңыз болса. Жалпы негізі спортта жетістікті көргенде ғана спортшыны ғана көреді ғой. Сосын осында жетістікке жетудің жолында біздер үлкен еңбек атқардық. Жалпы сол Ануардан басталды ғой кезінде. Үлкен қиындықтар болды басында. Бір адам көп сенбейді, жаңадан келіп жатқан спорт, ақша жоқ, сондай уақыттар болды. Қазіргі таңда бізді қазір қолдап отырған осы Атырау облысының спорт басқармасына, әкімдікке, біздің мүгедектер спорт клубына, және де осы қазіргі таңда ешқандай қай жерге барамыз, қандай оқу жаттығу жиыны, әлемнің түкпір-түкпіріне баралатын мүмкіндіктеріміз бар. Сол үшін рахметімді айтам. Және де осы спорттың осындай жағдайға енді қазір әлем чемпион болып жатырмыз, олимпиададан чемпион алып келіп жатырмыз, паралимпиада ойындарынан. Оған дейін бізде үлкен этап жүрді. Жалғыз Ануармен жүргеннен кейін спортшылар қосылды, қазақ чемпион өткіздік. Осы Атыраудың өзінде үш үлкен ірі жарыс өткіздік. Осы халықаралық неде өзіміздің немізді көтерейік деп жаңағы қалай айтсам болады, халықаралық неде Қазақстанды таныту үшін мақсатында және өзіңіз спортты осы елде таныту мақсатында ең бірінші 2017 жылы гран-при жарыс өткіздік осындай. Ол жерден 6 ел қатысты. Содан кейін 2018 жылы әлем кубогын өткіздік осы жерде, осы қалада, Атырауда. 19 елден қатысты ол кезде 2019 жылы Азия және Океания чемпионатын өткіздік. Сондай не өткізгеннен кейін біздер енді Атырау қанша дегенмен бізде қазір спорттық нысандар несі ақсап тұр ғой. Енді салынады деп жатыр. Енді Алтынсырға. Сол салынып десе үлкен жарыстар өткізу болады. Осы содан кейін Астанаға кеттік. Одан кейін Астанада біз қазір 3-4 жарыс өткізіп жатырмыз. Азия чемпионаты өткіздік, әлем чемпионаты өткіздік, гран-при жарыстарын әртүрлі жарыстар өткізіп жатырмыз. Осындай деңгейге осылай жеттік қой енді қазір. Шкаланы қарасаңыз былай қазір. Жетістіктеріңіз көп болсын.
сол жолда бізді қолдаған барша азаматтарға, ағаларымызға, бауырларымызға, достарымызға үлкен рахмет айтамын. Жаңа айттық, жанұяма да рахмет айтамын. Осында енді далада көп жүреміз. Үйде бала шағаның тәрбиесіне қарап отырған жұбайыма рахмет айтамын. Осында жетістікке жету үшін бізге дұға қылған ата-анамызға рахмет айтамыз. Өзімнің жеке бақперім ағайыма Асан Раушанұлына рахмет айтамын. Осы парадзудо басталған уақытта бізді қолдаған Асылбек Момырзақов дейтін азамат бар, жылойлық азамат. Сол азамат осы Атырау облысының федерациясын басқарды сол кезде. Сол кісіге үлкен рахмет, өйткені ол сол кісінің арқасында қазақ парадзудосы үлкен жеңіске жетті деп айта аламын. Ол кісіге үлкен рахмет. Ол кісінің әкесі Марат Өмірзақов ағамызға рахмет айтамыз. Және де қазіргі біздің Атырау облысының парадзудо федерациясының президенті Азамат Мұқитұлы Нұралин. Өзіміздің оқушымыз, қазір бізде президент федерация, қазір балаларды жақсы қолдап отыр. Сол кісіге үлкен рахмет. Сіздерге рахмет, біз шақырып осы. Сіздерге де рахмет. Рахметтер топтамасы. Енді рахмет айтты дегесін баршасын қамтып отыр. Жақсылықтың ертегесі жоқ дейді, сол сияқты сіздерге де алғысымыз шексіз. Уақыт бөліп келіп отырғандарыңызға, аэропорттан түскен бойда осы бір студияға келіп бізге сұхбат берген үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Қымбатты көрермен, бүгін бізде қонақта болған біздің Атыраудың, жай ғана Атыраудың емес, Қазақстанның мақтаныштары. Аман сау болыңыздар, біз қоштаспаймыз, келесі кездескенше.